Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля, Аллахума салли ва саллим ва барик алейх. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті Құбыла медиа көрермендері, бүгін бізде қонақта тағы да Асқар Әкімхан ұстазымыз. Біз алдын, яғни осының алдын Матурди ақидасындағы құдайтану мәселесіне, илахият мәселесіне, мағрифатулла мәселесіне қатысты сұхбат түсірген болатынбыз. Оның алдында бөлек сұхбаттар бар, бірнеше сұхбаттарымыз бар ұстазбен. Бүгінгі тақырып, Аллах қаласа, жалпы осы Матурди ақидасының қалыптасуы, Матуриди ақидасы мен Ашари ақидасының қалыптасу кезеңі, олардың бірін-бірі тануы, бір-бірімен байланысу мәселесі деген сынды, және осы екі мектеп арасындағы тартысты мәселелерге қатысты. Яғни бұл екі мектепте Ахлу Суннаға жатады, Ахлу Сунна мектептерінен, бірақ та қанша мәселеде бір-бірімен талас бар, тартыс бар, және оған ғалымдар не айтқан, бұл таластар бірін-бірін айыптайтындай талас па, әлде біріктіруге болатын талас па деген сынды сұрақтарды талқылайтын боламыз, иншалла. Ұстаз, қош келдіңіз тағы да. Қош көрдік. Рахмет. Ең бірінші сұрақ, ұстаз, жалпы Матурди ақидасының қалыптасу кезеңіне байланысты, жалпы имам Матурди өмір сүрген уақыт, сол уақыттағы ақида ілімінің дамуы, кәлам ілімінің дамуы, және де Матурди деген ақида мектебінің қалыптасуы, яғни қай уақытта ханафилер өздерін біз Матурдиміз деп айтып бастады? Осы сұрақ. Бисмилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Матуриди мектебі бұл ханафи мазхабының сенім мектебі ғой. Ханафи мазхабы платформасында қалыптасып дамыған. Сол тұрғыдан біз алатын болсақ, Матуриди мектебінің қалыптасуы, яғни генезисі және дамуы, эволюциясы бұл бірнеше кезеңнен тұрады деп айтамыз. Бірінші кезең бұл имам Матуридиден ары имам Ағзамнан басталады негізі. Имам Ағзам рахмаулладан басталады. Имам Ағзамның өмір сүрген кезеңі белгілі, яғни хижра бойынша алғашқы ғасыр, хижраның бірінші ғасырының соңғы бөлігі мен екінші ғасырының басы, алғашқы бөлігі. Хижри 80-де дүниеге келді. 80-де дүниеге келсе, 150-де дүниеден озған болса, имам Ағзам, яғни табиин немесе таба табиинге жоқ дегенде жатады. Бұл айтқан кезде алғашқы сәләф салих дәуіріне жатады. Міне, Матуриди ақидасының негізі осы сәләф салих дәуірінде негізі қалыптасты. Дәнегі сол кезде егілді. Имам Ағзамнан, оның ұстаздарынан бастап алды негізі, Хаммад ибн Аби Сулейманнан. Оның ар жағында Ибраһим ан-Нахаилер тұр деген сияқты ғой. Енді имам Ағзам өзінің заманында, енді ақида ілімі деген ілім қалай қалыптасты деген келетін болсақ, енді бұны да айта кету керекпіз, өйткені ол маңызды. Имам Ағзам өмір сүрген заманда көптеген діни топтар пайда болды. Діни сенімдік, діни пәлсапа, діни философиялық әртүрлі идеялар және діни топтар. Жабрия сынды, Қадария сынды, Муътазилалар одан кейін шықты. Одан бұрын шыққан хавариждер, оларға кереғар мурджиялар деген сияқты, рафизилер, осындай әртүрлі діни топтар пайда болды. Енді сол діни топтарға адасқан кәдімгі сенім мәселелерінде имам Ағзам сынды үлкен ғалымдар жауап берді. Кәдімгі жазбаша және ауызша ғылыми негізде жауап берді. Кейін сол жауаптары риуаят негізінде кейінгі ғалымдарға, кейінгі ұрпақтарға берілді. Одан кейін жазбаша түрде де кейінгі буынға жетті. Міне, демек, Матуриди ақидасының өзегі ол имам Ағзамның сол сенімдік көзқарастарында жатыр. Имам Ағзамға телінетін 5 еңбек бар ғой, әйгілі. Әл-Рисаладан бастап, Әл-Алимул Мутааллим бар, Әл-Фиқул Акбар, Фиқул Абсат, Әл-Васия бар. Барлығы дерлік сенім мәселелерін қамтиды негізінен. Өз замандағы діни ахуалға байланысты өзекті болған, маңызды болған сенім мәселелерін қозғаған, және сол негізде әртүрлі діни, адасқан діни сенімдік көзқарастарға жауап берген. Міне осылайша Матуриди мектебінің негізі осылай қалыптасып бастаған. Одан кейін имам Ағзамнан кейін бір жарым ғасырдан кейін, әрине, имам Ағзам дүниеден озғандан кейін, шамамен бір ғасырдан кейін имам Матуриди дүниеге келген. Хижра бойынша 3-ші ғасырдың ортасы деп айтамыз. Шамамен туған жылы нақты емес, бірақ 238-248 деген сияқты көзқарастар бар. Ұстаздарының жаңа қайтыс болған жылына қарап солай шығарған кейбір ғалымдар. Бірақ дүниеден озған уақыты имам Матуридидің нақты хижра бойынша 333,
біздің жыл санауымыз бойынша 944, яғни 9-10 ғасыр, хижра бойынша 3-4 ғасыр. Яғни сәләф салихтан кейінгі буын ғой, бірден келетін. Міне осы дәуірде имам Матуриди өмір сүреді. Имам Ағзамнан кейін, бір ғасырдан кейін имам Матуриди өмір сүреді. Және имам Ағзамның сенімдік көзқарастары жаңағы риуаяттар арқылы, кітаптар арқылы имам Матуридиге жетеді. Тіпті кейбір кітаптарының имам Ағзамның тізбегінде имам Матуриди бар. Кәдімгі имам Матуриди бар тізбегінде. Сол имам Ағзамның сенімдік көзқарастарын толығымен түсініп, пайымдап, қабылдап, имам Матуриди соны ары қарай дамытып, имам Ағзам шағын кітаптар, имам Ағзамнан шағын ғана кітаптар жеткен болса, имам Матуриди соны кәдімгі үлкен том кітаптар етіп жазған. Соны тарқатып түсіндірген. Яғни қарапайым тілмен айтатын болсақ, имам Ағзамды имам Матуриди шарықтаған. Имам Матуридидің еңбектері имам Ағзамның еңбектерінің шархы деп айтсақ болады. Қазақта шарықты білмеген парықты білмейді деген сөз бар да, бекер айтылмаған ол. Яғни кез келген бір ілім, кез келген бір қайнар көз ол шарықталу керек та. Сол кезде оның ақиқаты ашылады, мәні, мазмұны ашылады деген сияқты ғой. Енді имам Матуриди өз заманында, ол да имам Ағзам сияқты ғалым болғандықтан өз заманындағы әртүрлі адасқан діни сенімдерге қарсы ол да күресті ғылыми негізде. Имам Матуридидің еңбектерін егер қарайтын болсақ, Китабут Таухид бізге жеткен, Китабул Тауилат, немесе Тауилатул Құран, немесе Тауилат Ахлус Сунна деп аталады. Осы жақында Рисала дейтін бір имам Матуридиге телінет белгіленген. Онда телінетін еңбектер де бар, бірақ оған қатысты тартыс бар. Бірақ нақты имам Матуридиге нақты дәйекті болған, дәлелді болған еңбектер бөлек, телінетін еңбектер бар, оған қатысты ғалымдар арасында тартыс бар. Енді осы еңбектерінде имам Матуриди өзінің жаңағы сенімдік көзқарастарын, Әхлус Сунна уал Жамааның сенімдік көзқарастарын негіздеп, соған қайшы келетін әртүрлі адасқан сенімдік көзқарастарға жауап берген. Тіпті Тауилатул Құранның шархын жазған шейх Алауддин Самарқанди рахимахулла, соның кіріспесінде имам Матуриди не себепті Құранды тәпсірлеген, соны жазады да. Имам Матуриди Құранды дейді тәпсірлеу себебі имам Ағзамның жаңағы усулға қатысты, сондай-ақ жаңағы фуруға қатысты, діннің негіздеріне, сондай-ақ діннің тармақтарына қатысты көзқарастарын негіздеу, қуаттау үшін дейді да. Имам Матуриди, яғни негізгі мақсаты сол, яғни Құранды тәпсірлеу арқылы имам Ағзамның ақидалық көзқарастарын, сондай-ақ имам Ағзамның фиқхи көзқарастарын Құран аяттары негізінде дәлелдеу, дәйектеу, қуаттау. Сол болған екен да мақсаты. Міне ендеше имам Матуриди осылайша өзінің еңбектерін жазып, өзінің сенімдік көзқарастарын көрсетіп кеткен. Кейін имам Матуридиден тағы да бір ғасырдан кейін, бұл үшінші кезеңге кетіп жатырмыз, бұл имам Матуриди екінші кезең. Үшінші кезеңде бұл имам Матуридиден бір ғасыр кейін, яғни хижри 4-5 ғасыр деп айтамыз, немесе 5-6 ғасыр деп айтамыз. Ол ғасырларда имам Абул Юсур Баздауилер өмір сүрген, Абул Муин ан-Насафилер өмір сүрген ғасыр бұл. Имам Матуридидің ең негізгі ізбасары, Матуриди ғалымдарының ішінен алғанда ең маңдайалды ізбасары бұл имам Абул Муин ан-Насафи рахимахулла. Ол өзінің жаңағы Бахрул Калам деген кітабы бар, Ат-Тамхид ли Қауаиди ат-Таухид деген кітабы бар, Тафсиратул Адилля бар. Тафсиратул Адилля ол Китабут Таухидтың шархы болды. Яғни сөзбе-сөз кейде сөзбе-сөз кездестіруге болады. Бірдей Китабут Таухидтағы кейбір сөздер Тафсиратул Адиллада қайталанған. Өйткені атауының өзі Тафсиратул Адилля фи усулиддин аля тариқати ал-имам Аби Мансур ал-Матуриди. Атауы кітаптың, имам Матуридидің әдісі жолымен діннің негіздері болған сенімдік мәселелерде дәлелдерді айқындап, айшықтап көрсету деген жаңағы кітабың мазмұны. Яғни біз уже имам Насафидің бұл еңбегіне қарап, сол уақытта ханафилер уже өздерін біз Матуридидің жолын ұстанамыз деп уже мәнхаж тұрғысынан не айтады? Кітаптың атауында да тұр. Имам Матуридидің мәнхажымен, имам Матуридидің әдісімен, жолымен ақида мәселелерін жазып отыр ғой кітаптың атауына қарасақ. Бірақ имам Насафилердің заманында әлі Матуридия деген атау жоқ әлі. Ханафи деп аталған ол кезде барлығы. Хижра 5-6 ғасырдың өзінде Матуридилер, имам Матуридиден бір ғасыр кейін өмір сүрген ғалымдар ғой бұлар.
имам Матуриди қайтыс болған Самарқанда, одан 333 944-те, яғни біздің жыл санауымызбен. Бір ғасырдан кейін келген имам Нәсафилердің өздері 508-де қайтыс болған. Яғни бізше ол 5-6 ғасырдың несі ғой, ғалымы ғой сонда. Оның шәкірті болған имам Абу Хафс Нәсафилер, ол 537-де қайтыс болады мысалда, Нәсафи ақидасын жазған. Міне осы жалпы кезең, бұл үшінші кезең және өте маңызды кезең болып саналады. Имам Матуридиді шарықтап жатыр енді бұл ғалым. Имам Абул-Май Нәсафилер, имам Абу Хафс Омар Нәсафилер, Баздауилер бар. Бұлар енді имам Баздауи Ханафи ретінде өзін жалпы ол жерде негізінен, ол жерде Ханафи деп аталған. Біз ол кезде Матуриди деген бір мектеп ретінде атау жоқ. Біз әлі Ханафиміз. Ол кейін қалыптасқан ғой, әбден хижраның 8-9 ғасырларынан бастап сол кездерде имам Тафтазанилер бар ғой. Даже 10 ғасырдан былай қарай, 11 ғасырға қарай сол кездерде уже нақты Матуридилер деп жазыла бастаған. Оған дейін Ханафилер деп аталған негізінен. Өйткені Ханафи мазхабының ғалымдары ғой барлығы. Ханафи мазхабының негізінде қалыптасқан. Енді осындай үш кезеңнен тұрады негізгі дамуы. Одан кейін ары қарай әрине имам Абул-Май Нәсафилерден кейінгі жаңағы Абул-Баракат ан-Нәсафилер бар, кейін жаңағы Матуриди ғалымдары бұл мектепті ары қарай тарқатып түсіндірген. Осы мектептің сенімдік көзқарастарын өздерінің еңбектерінде айшықтап көрсеткен. Жалпы Матуриди сенім мектебінің дамуы, қалыптасу және дамуы осы негізгі үш кезеңнен тұрады. Одан кейін әрине кейінгі Матуриди ғалымдар деп айтамыз. Бірақ жаңа Матуриди деп, бұлар Матуридилер деп аталуы, бұл әрине кешірек аталған олай негізі. Ұстаз, осы мынандай бір сұрақ бар да, біз ханафилер деп келіп, Матуридилер, яғни ханафилердің ішінде Матуридилер деп бөлімші болған не себеп болды? Кітаптарда осындай мәселелер айтылады. Бұл жерде бөліну жоқ ешқандай. Жоқ, бөліну деген кезде біз не үшін осы уақытқа дейін біз ханафиміз деп келдік та, біз уже ханафидің ішінде Матуридиміз деп, яғни. Өйткені ханафи мазхабының өзін қарайтын болсақ, мына тарихи тұрғыдан мектептерге бөлінген ғой, кезеңдер тұрғысынан. Мысалға, Ирак мектебі болған, жаңағы Куфадан бастап алған, Ирак ханафи мектебі болған. Ол жерде Мутазила болған. Мазхабы ханафи, бірақ ақидасы Мутазила. Одан бөлек мазхабы ханафи, ақидасы әхлі сүнна болған да ханафилер болған ол жерде. Имам Ағзамның ақидасын негізге алған. Мына жақта енді Мауаран Нахрға өткен кезде бұл мектеп. Енді Мауаран Нахрға жаңағы Мауаран Нахрдың ғалымдары сол Бағдадқа барып, Куфаға барып, имам ханафи ғалымдарынан білім алып, кейін Мауаран Нахрға қайтып келеді ғой, жаңағы кімдер сияқты. Абу Бакр аль-Джужанилер сияқты, мысалға, Абу Наср аль-Аядилар, мысалға, сол Мауаран Нахрдағы имам Матуридидің ұстаздары, сол ханафи мектебінің Мауаран Нахрға тән ханафи мектебінің негізін қалаған ғалымдар. Бұл жақта уже имам Матуриди, бұл жақта ханафи Матуриди деген мектеп осы жақта қалыптасқан негізі, Мауаран Нахрда, яғни орталық Азияның кіндігі болған Самарқанда, кейін ары қарай Бұхара, бірақ Нәсәф кете береді. Яғни Қаршы дейді бүгінгі таңда. Бүгінгі Өзбекстан жері толығымен, одан кейін мына Қазақстанның оңтүстік бөлігі, Қырғызстанның оңтүстік бөлігі, Түркменстанның бір бөлігі деген сияқты осы жаңағы Амудария мен Сырдарияның ортасындағы не ғой? Аймақ қой. Осы жерде негізінен қалыптасқанда бұл мектеп, яғни Мауаран Нахр ханафи мектебі деп айтамыз. Матуридилік осы жақтан шығып отыр. Бұл мектеп жаңағы неге шықты дегенге келетін болсақ, енді әртүрлі тұжырымдар бар. Мутазилаға қарсы бір ұстаным ретінде, қарсы бір мектеп ретінде. Неге? Өйткені Мутазилада мазхабта ханафи, яғни фихта, бірақ ақидалары бөлек. Олар имам Ағзам ұстанбаған ақиданы алға тартқандықтан, имам Ағзамды ақтап алу үшін ол жерде бір белгілі деңгейде, жалпы имам Ағзамнан кейінгі жалпы ханафи мектебін, мазхабын ақтап алу үшін негізгі имам Ағзамның ақидасы мынандай деп имам Матуридилер көрсетіп берген да. Содан кейін бар ол мектеп қалыптасып отыр. Сондықтан бұл жерде енді бұл тарихи неге байланысты жаңағындай, сол уақыттағы діни ахуалға байланысты. Ұстаз, енді мынандай сұрақ, біз білеміз, имам Тахауи, имам Матуриди, имам Ашари, біз ислам ақидасы деген кезде міндетті түрде осы адамдарды еске аламыз. Имам Тахауиді, Ашариді, Матуридиді. Бір қызығы, бұл үшеуі де бір заманның түлектері, бір заманның түлектері, бірақ бірін-бірі көрмеген, бірін-бірін білмеген, бірақ та барлығы дерлік имам Ағзам Абу Ханифаның ақидасын сөйлеген.
имам Тахауи да мәтінде сөйтіп бастайды. Иә. Имам Матуриди да сол. Имам Ашғари енді Абу Ханифаның ақидасы деп айтпаса да, Иә. бұл кісінің ұстанған негізгі ақидасы біздің Ханафи ақидасына Усулда бір, яғни негізгі мәселелерде біріміз. Алланы тану, Алланың есім сипаттарына қатысты, тандих мәселесіне қатысты деген сынды. Ұстаз, енді осы жерде мынандай сұрақ, Матурidi мектебі мен Ашғари мектебінің даму кезеңдері. Яғни имам Ашғари мен имам Матурidi бір заманда өмір сүрсе де, бірін-бірі көрген жоқ, бірін-бірі білген жоқ, бірақ кейіннен бұлардың шәкірттері бірін-бірі таныды. Яғни мен Ашғаримін, мен Матуридимін деген сияқты. Енді сұрақ, бұл даму кезеңдер, яғни бұлардың бір-бірімен танысуы, дамуы қандай деңгейлерден өтті, қандай кезеңдерден өтті? Яғни олар бірден бірін көрген кезде, сендер де біздің ахлу сүнна екенсіңдер ғой деп айтты ма, әлде жоқ, сендер матуридилер, сендер не тосыңдар, давайте біз сендерді зерттеп көрейік, бірінші таласып көрейік, діни диспут демей ақ қой, діни полемикаға түсейік деген сынды. Сондай бір кезеңнен болған. Иә. Қатты диспут болған, масқара қып-қызыл пікірталас болған негізі. Бір-бірін бидғат, кейбір мәселелерде бидғатпен айыптауға дейін барған қып-қызыл пікірталас болған негізі. Бірақ бізге оны қазір жұмсартып айтамыз ғой, енді жұмсартып, біз түбінде біріміз бәріміз деп. Осыған байланысты мынандай бір қызық мәселе бар да. Жаңа сіз айтып отырсыз ғой, екі мәселе айтқым келіп отыр. Имам Тахауи, енді жас жағынан ең үлкені. Бір кезең, бір ғасырда өмір сүрген ғой, хижра бойынша 3-4 ғасыр, біздің жыл санауымызбен 9-10 ғасыр. Осы кезеңде үш үлкен тұлға артында жаңағы ақидалық бір ілім қалған, иә? Екеуінің артында мектеп қалыптасқан, біреуінің артында ақидалық бір мәтін, ілім қалған деп айтайықшы. Бүкіл үммет қабылдаған мәтін. Бүкіл үммет қабылдаған мәтін, дұрыс айтасыз. Тіпті сәләфилердің өзі соған шарх жазған былай айтқан кезде. Соны өздеріне телеуге тырысады. Иә, ашғарилер де шарх жазған оған. Ханафилер де шарх жазған, тіпті сәләфилер де шарх жазған, сондай бір мәтін қалдырып кеткен үлкен ғалым. Имам Тахауи, рахимахулла, Мысырда өмір сүрген. Одан кейін имам Аш'ари, рахимахулла, ол Басрада дүниеге келген, Бағдатта дүниеден озған, яғни Басра, Бағдат, Хорасан аймағы деп айтуға болатын шығар. Иә, Ирак жері дейміз бүгінгі, Хорасанға жақын. Мына жақта Мауран-Нахрда имам Матуриди, рахимахулла, өмір сүрген. Үшеуі жаңа өзіңіз айтқандай бір-бірін көрмеген, бір-бір жайлы хабардар болмаған, бірақ түптеп келгенде бұлардың ақидалары түбінде, яғни негізгі усул мәселелерінде бір болып шыққан. Ал енді ақидадағы тармақ мәселелер бар ғой, фараи мәселелер, тармақ мәселелерде әрине пікірталас бола береді. Неге? Өйткені мектеп болғаннан кейін болу керек та сондай нәрсе. Мысалға жаңағы біз бәріміз 4 мазхабпыз дейміз. Ханафи, Малики, Шафи, жаңағы Хамбали, иә? 4 мазхабта ахлу сүнна дейміз, 4 мазхабта хақ дейміз. Бірақ біздің арамызда ғылыми пікірталас бар ғой? Бар. Сол сияқты ғой бұл жерде де. Енді екі түрлі мектеп болғаннан кейін пікірталастың болуы табиғи. Біріншіден айтпағым мынау. Осыған байланысты мынандай бір сұрақ қойды да бір кісілер маған. Неге бүгінгі мына сәләфи бауырларымыз неге Тахауиді оқиды? Бір деп тұрсыздар ғой енді. Тахауиде бір ақида, жаңағы имам Матуридиде бір ақида, түбінде екеуі де имам Азамның ақидасын басшылық алып тұр. Енді неге сәләфилер Тахауиді оқиды да имам Матуриди десе бірден төбе шаштар тік тұрады? Неге Ашғари десе төбе шаштар тік тұрады бұлардың? Деген сұрақ қойды да маған. Енді былай да, бұның жауабы енді өзім тұжырымым бойынша, өйткені имам Тахауидікі тек қана мәтін. Қысқа нұсқа, мәтінді қалай шарықтасаң да сен шарықтай бересің. Былай да шарықтауға болады, ашғарилерге бұрып шарықтасаң да болады, мәтуридилік әдіспен шарықтасаң да болады, ұстаныммен сәләфилік ақидаға бұрып шарықтасаң да болады. И солай шарықталды да сәләфилер тарапынан. Шейх Насруддин Альбанидың да шарқы бар ғой. Жаңағы Әбіләз әл-Ханафиден бастап, Әбіләз әл-Ханафи аты Ханафи болғанымен, оның шарқы таза Шейх Ибн Таймияның ақидасы ғой, былай айтқанда. Тахауиді шарықтап отыр да, бірақ бәрібір. Неге? Өйткені ол мәтін ғой. Мәтінді былай да бұруға болады, былай да бұруға болады. Ал имам Матуридидің еңбектері, имам Ашғаридің кітаптары, еңбектері ол мәтін емес, тек қана қатып қалған. Кішкентай ғана. Ол шарх ол. Жаңа айттым ғой, имам Матуриди имам Азамды шарықтаған. Ал шарықты сіз бұрмалай алмайсыз. Өйткені ол шарх өзі. Ол бәрін ашып тұрады. Ары кетсе шарыққа сіз хашия жазасыз, ары кетсе тағлиқ жасайсыз. Мына жер дұрыс емес, мына жермен келіспеймін деген сияқты. Сондай бір өзіңіз жаңағы көзқарасыңызды айтасыз, болды. Ал ол уже шарықталып тұрған дүние болғандықтан оны бұрмалай алмайды да ешкім. Олар бұрмалай алмағаннан кейін, ол нақты көзқарасқа негізделгеннен кейін дәйекті дәлелдермен, әдістермен ғылыми, оған олар кіре алмайды, кіргісі де келмейді, сол үшін қашады. Оған кірсек не болады дейді? Шубха кіреді бізге дейді. Яғни өзіміздің ақидамыздан тайып кетеміз деген сияқты. Бірден Матуриди мәтін десе қашады, жаңағы Ашғари мәтін десе қашады. Сол да. Одан кейін екінші бір мәселе, жаңағы
мына мәтуридилердің және ашғарилердің несін айттық қой жаңағы даму кезеңі қалай болды деген мәселе. Бұл да өте қызықты болған. Негізі тарихқа қарайтын болсақ, мына жақта ғылым білім қайнап жатқан жер бар, жаңағы Бағдат бар, Басра бар, Дамаск бар, сол кездегі мына жақ Мысыр бар, имам Тахауи Мысырда, имам Ашғари Басрада, Бағдатта деген сияқты ғой. Ғылым білім қайнап жатыр бұл жақта. Жан-жақтан жаңағы шәкірттер, ғалымдар сол жаққа ағылып жатыр. Сол жақта небір пікірталастар болып жатыр деген сияқты ғой. Кітаптар жазылып жатыр. Ғылыми жаңағы үлкен бір ошақта бұл орда. Міне осындай жерде өмір сүрді имам Ашғари, және сол тұрғыдан оның аты да кең тарады, және оның ізбасарлары да, оның шәкірттердің шәкірттері, яғни оның ізбасарлары әлдеқайда танымал болды. Неге? Өйткені олар орталықта еді. Имам Тахауи да орталықта еді, имам Ашғари да орталықта еді. Ал имам Мәтуриди шалғайда, Беладу Суғур дегенге жатады. Халифалықтың границасы сол. Шекаралық аймақтар дейміз ғой бүгінгі таңда. Мысалға орталығы бар Қазақстанның Астана деген сияқты, мысалға Алматы деген сияқты орталық. Одан кейін шекаралық аймақтар бар. Ешкім бармайтын, анау. Ол жақтарға енді ешкім бара бермейді. Мысалы кезінде Мауараннахрға ешкім көп бармайды. Ол жақтағы ғалымдар тек қана қажылыққа барғанда ғана, немесе белгілі бір саудагерлер сол жібек жолымен сол араб елдеріне барғанда ғана бір кітаптар алып келіп, немесе қажылыққа барғанда ғалымдар сол Бағдаттан өтіп, Басрадан өтіп, Шамнан өтіп, сол жақтағы ғалымдармен бір кішкене пікір алмасып қалу мүмкін деген сияқты ғой. Сондай мүмкіндіктер болмаса, ондай мына жақтан ағылып Мауараннахрға ешкім барып жатқан жоқ еді ол кезде. Бірақ ол жақта да ғылыми орта болған. Кәдімгі үлкен ғылыми орта болған, медреселер болған, үлкен оқу орындары болған, ғұламалар болған, бірақ шалғай мекен. Сол үшін имам Мәтуриди сол неден шықпаған ғой. Сол территорияда. Ол имам Мәтуридидің өмір дерегінде ол Самарқаннан бір жаққа шықты, қажылыққа барды деген деректер жоқ мүлдем. Сол үшін ғалымдар айтады, ол көп шықпаған дейді ешқайда. Сол өзінің енді жағдайы болмады ма білмейміз ғой. Қарапайым, өте қарабайыр өмір сүрген болуы мүмкін. Сол үшін имам Мәтуриди бірақ хабардар болып отырған әртүрлі көзқарастардан белгілі деңгейде. Сол үшін Китабу Таухид жазғанда әртүрлі көзқарастарға жауап берген. Енді осылай қалыптасады, бірақ бұл қалыптасу кезеңі. Мәтуриди ақидасының, жаңағы Ашғари ақидасының қалыптасу кезеңі осылай болған. Енді бұны алғашқы кезең деп айтамыз, мархалату жаңағы ат-такуин, яғни қалыптасу кезеңі деп айтамыз. Алғашқы кезеңде имам Мәтуридидің өмір сүрген кезең, имам Ашғаридің өмір сүрген кезең. Кейін олар дүниеден озды, өздерінің еңбектерін жазып қалдырды, ғылыми мұраларын қалдырды, шәкірттерін қалдырды. Кейін жаңағы екінші кезеңге өттік қой біз, жаңағы имам Абул Юсур Бәздауилердің кезеңі, имам жаңағы Абул Муин Насафилердің кезеңі, яғни 5-6 ғасыр хижра бойынша. Бұл кезең енді мархалату тааруф тәбәйүн деп айтамыз. Танысу кезеңі ақырындап. Яғни Мәтуридилер Ашғарилер тани бастаған. Ашғарилердің көзқарастарын тани бастаған. Ақидалық, сенімде. Такуинге қатысты мысалы. Сол бойынша имам Абул Муин Насафи өзінің Тафсиратул Аделясында сол такуин мәселесін қозғап жазған сол мәселеде. Біз бұл мәселеде бидғат шығарып жатқан жоқпыз. Бұл біздің сәләф ғалымдарымыздан алған көзқарас деп имам Азамдарды, имам Тахауилерді айтады ол жерде мысалы. Енді бұл демек бұл жерде бұл кезеңде, екінші кезеңде Мәтуридилер Ашғарилердің көзқарастарын тани бастады. Және Ашғарилер ол жерде өзімен қайнап, ол жерде жаңа Мутазилаға қарсы жауап беріп, тағы басқа да енді сол жердегі діни топтарға қарсы жауап беріп, сондаймен шұғылданды. Мәтуридилердің мәтіндерін көп оқыған жоқ олар дейді бұл кезеңде. Бірақ бірен-саран көзқарастармен танысты. Міне осылайша бір-бірінің көзқарастарын тани бастады бұлар. Осы бір екінші кезең. Алғашқы танығанда қалай таниды? Мәзһабтың қалыптасу кезеңінде көзқарастар қысқа, нұсқа, унвандармен келеді да, нақты тақырыптармен келеді. Мысалға, иманда естественно жасауға бола ма, болмай ма деген, иманда естественно жасауға болмайды дейді Мәтуридилер. Сол көзқарасты кімдер естиді ана жақтан? Ашғарилер естиді. Мына жақтан Мәтуридилер естиді. Иманда естественно жасауға болады дегенді естиді. Уже тек қана немен келді ол? Тек қана бір тақырып ретінде келді, бір принцип ретінде, бір қағида ретінде келді. Енді бұған мына Ашғарилердің бұл көзқарасы мыналарға жақпайды. Неге? Өйткені көзқарасқа сай емес. Мыналардың ұстанымы бұған қатысты, иманда естественно мәселесін алса, мыналарға жақпайды. Не болды енді? Бір-бірін уже не істейді? Бір-бірінен жаңа тәбәйүн дейді ғой, не басталды?
бір-бірінен ажырау. ерекшелену. Яғни мынау не деп жатыр, мынаның көзқарасы қате деген сияқты, біздікі дұрыс, міне біздің дәлеліміз деген сияқты, мыналар өздерінің дәлелін. Осылайша жаңағы бір-бірін танып және таныған кезде де өте қатты пікірталасқа кірген тіпті дейді. Мысалы кейбір ана имам Баздауидің кітабында Усулуддинде мына мәселелер бойынша имам Ашари әхлі сүннаға жатпайды дейді. Мәссаған. Үш мәселені айтады да, осы мәселелер бойынша имам Ашари әхлі сүннаға жатпайды дейді, көзқарасы бойынша осы. Сонда соншалықты деңгейде кейбір мына мәселе бойынша Ашарилер әхлі сүннаға жатпайды деген сияқты көзқарастарды айтқанда, бұл қатты не ғой, сын ғой, негізі ауыр сын ғой. Мына жақта Ашарилер, Хорасанның Ашарилері дейді, әсіресе Мәтуридилерді мысалға мына сендер мына такуин сифаты мәселесінде бидғат шығардыңдар деп, сендердің ақидаларың бидғат деп айтты дейді да, мысалға. Сондай бір қатты не болды дейді да басында. Енді одан кейін әрине бұл табиғи, әрине бір-бірін танығанда солай болады басында. Неге өйткені бір-бірінің дәлелдерін әлі көрген жоқ бұлар. Бір-бірінің жаңағы терең тұжырымдарын, сол көзқарасқа қалай келгендігін, сол келу жолын олар әлі бір-бірін толық зерттеген жоқ. Одан кейін үшінші кезеңге өтті дейді. Бұл мысалға үшінші хижраның 300 жыл мен 450 жыл жаңағындай қатты бір-бірімен пікірталас болды, танысу барысында. Одан кейін 450-ден шамамен 600 жылға дейін уже бұлар бір-бірін тағаруф басталды дейді да, бір-бірімен жаңағындай не болды, бір-бірін түсіне бастады дейді, тафахум дейді ғой, бір-бірін түсіне бастады. Мыналар мына мәселеде, былай тұжырым жасаған екен ғой, мынандай дәлелге сүйенген екен ғой Мәтуридилер. Ашғарилерге қатысты, Ашғарилер мынандай дәлелі бар екен ғой бұлардың деген сияқты. Негізі бұлардың айтпағы мынау екен ғой бұл жерде. Мына истисна мәселесінде олар жаңағы халді емес, ол мәәлді, кейінгі жаңағы ең ақырғы сәтті негізге алып тұр екен ғой деген сияқты. Мысал ретінде айтып жатырмын. Мәтуридилер болса дәл қазіргі жағдайды негізге алып айтып тұр екен ғой бұл жерде истисна жасауға болмайды деген кезде деген сияқты бір-бірін уже түсіне бастаған. Яғни мысалға бұл Абул Баракат нәсәфилердің дәуірі. Абул Баракат нәсәфилердің жаңағы кітабын оқысаңыздар, мысалы ол жерде Ашғарилерді қатты сынамайды ол жерде. Тек қана көзқарастар айтылады, дәлелдер келтіреді бір-бірінің сондай. Одан кейін бірте-бірте мына Абул Баракат нәсәфилердің дәуірінен кейін, яғни 600 хижри 600 жылдардан кейін 700 жылдарға дейін уже бір-бірімен уже біте қайнаса бастайды бұлар. Кейін жаңағы не бар, танысады, бір-бірін түсінеді. Одан кейін 700-ден 1000-ға дейінгі аралықта, 1000-шы жылға дейін уже бір не болды дейді да бұларда. Бірігу пайда болды ма? Біте қайнасу. Мәзж дейді ғой арабша айтқанда да. Мархалатул мәзж. Біте қайнасу кезеңі басталды дейді. Яғни бұл кезеңде не болды? Бұл кезеңде мысалға бір Ашғари ғалымы келеді, Тафтазани сияқты, мысалға енді Ашғариға жатқызады ғой ғалымдар оны белгілі деңгейде. Бірақ белгілі деңгейде ол Мәтуридидің Мәтуриди ақидасы бойынша жазылған мәтінге шарх жазады. Яғни мәтін Мәтуридидікі, Мәтуриди мектебінікі, шарх жасап отырған ғалым Ашғари мектебінің өкілі деген сияқты. Бірақ оның өзінде де кейбір көзқарастарында да Ашғари ақидасы ұстанса да Матуридидікінде енді шарх болғаннан кейін Мәтуридидің негізінде бастайды да шархты, бірақ арасында мысалы такуин сифаты мәселесінде тағы басқа сондай принципиальный мәселелерге келген кезде өзінікін көрсетеді бәрібір негізгі ұстанымын, өзінің мектебінің ұстанымын. Одан кейін мына жақта Ибн Жамаа бар мысалға, Шафии мәзһабы, Ашғари, бірақ Бадул Амалиға шарх жазады деген сияқты ғой. Бадул Амали мәтін, жаңағы ханафилердің мәтіні, Мәтуридилердің, бірақ оған шарх жазған тағы да Ашғари ғалым. Мына жақта жаңағы Шархул Мауақиф кімдікі, Саид Шариф аль-Джуржанидің, оған ханафи ғалымдары хашия жазады мысалы. Қаншама ханафи ғалымдар. Енді демек бұл жерде не болып жатыр? Бірін-біріне шарх жазу, бірін-бірі түсініп жатыр деген сөз да демек. Демек араласып отыр. И оның нәтижесінде Мәтуридилер мен Ашғарилердің арасында мынанша айырмашылық бар деп, 10 айырмашылық бар, 12 айырмашылық бар, 13 айырмашылық бар деп, жаңағы 10 шақты айырмашылық бар ғой негізгі. Сол мәселелерді жаза бастайды. Сол уақытта сіз айтып отқан 10-шы ғасырдың уақытысында Әл-Масәлә хилафия байнал Ашайра вал Матуридия деген еңбектер жазылып бастады. Жазылып бастайды сол кезде. Жаңағы не бар, сол Мәтуридилер мен Ашғарилердің арасындағы айырмашылықты 10 шақты мәселені жазады ғой жаңағында көбінесе. Кім бар? Ибн Камал Баша бар бізден. Абул Азба бар. Одан кейін кім бар? Ибн Камал Баша. Ибн Камал Баша ол да жазған, бірақ кейін бұл 10 мәселеден көбейтіп жіберген одан кейін. 33 мәселе. Одан кейін жаңағы 40 мәселе, 50 мәселе,
70 мәселе дегенге дейін апарғанда. Бірақ шейх Саид Фудан шархында ол кісі ол келтірген мәселелердің көбісін бір не принципиальный мәселе етіп көрсетеді былайша айтқан кезде. Ол тармақтың тармағы деген сияқты ғой. Немесе мына мәсхаптағы бір ғалымның көзқарасын мәсхаптың көзқарасы ретінде көрсетіп жібереді да, мына мектептің көзқарасы ретінде. Ол негізі бір ғалымның көзқарасы болуы мүмкін да, тек қана. Мына жақтан бір ғалымның көзқарасы деген сияқты ғой. Негізі тармақтың тармағы болып кеткен ғой. Тармақтың тармағының тармағы болып кеткен кейбір мәселелер, мәселеден мәселе шыға береді ғой мысалға. И солай көбейіп кеткен. Неге көбейген? Оның да себебі бар дейді ғалымдар айтады. Неге? Өйткені екі мектеп уже жаңағы бір-біріне шарх жазып, бір-біріне хашия жазып, екі мектептің ғалымдар уже бұлар біте қайнасып кеткен дейді да уже. Біте қайнасып кеткен кезде тіпті жаңа бір-бірінің арасында мынаншаған айырмашылық бар. Оның бәрі тармақ мәселелерде деген сияқты, кітаптар жазылған. Енді біте қайнасып кеткен кезде не болды? Екі мектеп қайсысы мысалға кәләм мектебі ғой екеуі де. Ақиданың ішінде кәләм мектебі болғандықтан, кәләмда қайсысы қуаттырақ, фәлсафада қайсысы қуаттырақ болса, сол басым болып кетеді бәрібір. Сол жұтып қояды екінші мектепті. Екінші мектеп сол ана күшті мектептің ішінде еріп кетеді бәрібір. Солай болған ғой тарихта. Мысалы захирилер мәликилердің ішінде еріп кеткен дейді мысалға да. Неге? Өйткені ашғарилердің ішінде еріп кеткен дейді. Неге? Өйткені бәрібір күшті мектеп не істейді? Қатты жақындайтын болса екі мектеп, қайсысы күшті мәнхажда, жаңағындай ғылыми тұжырымдарда, ол бәрібір екінші мектепке әсер етеді, ықпалы болады оның, сөйтеді екінші мектеп бірте еріп кетеді ана мектептің ішінде. Сондай бір кезеңге келіп қалды дейді да, сонда ашғари мектебі мына фәлсафада, одан кейін мантықта, одан кейін жалпы кәләмда мәтуридилерге қарағанда қуатты болды дейді бұлар. Күштірек болды дейді. Неге? Өйткені бұлар жаңағы кәләмға кірген терең, фәлсафаға кірген терең деді. Ал мәтуридилердің негізгі дені, мәтуриди ғалымдарының имам Азамнан бастап, имам Мәтуриди болсын, имам Абул-Муин Насафи болсын, имам Бәздауилер, барлығы негізі фуқахалар бұлар. Бұлардың негізгі платформасы фиқх, усул фиқх және фиқх болған. Ақидамен олар қосымша айналысқан да. Енді сол үшін Ханафи мазхабының усул фиқх кітаптарының ішінде ақида мәселелері бар. Көп кезде Қобах сияқты мәселелер, жаңағындай Марифатулла сияқты мәселелер көп өте. Енді фуқахалар мектебі болғандықтан бұлар бәрібір кәламға тереңдемейді. Жаңағы ашғарилер сияқты бәрібір. Белгілі бір деңгейде тоқтайды бәрібір. Бәрібір шектеледі белгілі деңгейде. Енді ашғарилер демек үстем болып бара жатқан кезде бұл жерде не болды енді? Біз өзіміздің мектебіміз бар ғой, біз ерекшеленейік бұлардан деген сияқты. Сол үшін жаңағы Ишаратул Марамды жазған имам Баяди 50 мәселені шығарады да, 50 шақты ашғарилер мен мәтуридилер арасындағы айырмашылық деп мысалға. Тағы басқа ғалымдар 60-тан асырып жіберген, 70-тен асырып жіберген ғалымдар болған да, мәселелер. Тармақ. Неге? Өйткені біз ерекшеленеміз бәрі бұлардан деген сияқты. Мынанша мәселе бар біздің арамызда деген сияқты. Жұтылмауымыз керек. Ана не сияқты ғой, бір қауым, бір мысалға ұлттың өкілі басқа бір елге барған кезде, бір жаңағы сол елде басында диаспора болады олар, өзінің белгілі деңгейде алғашқы буын тілін сақтайды, салтын, мәдениетін, ғұрпын сақтайды. Одан олардың балалары кішкене не істейді, сол барған елге ақырындап сіңе бастайды. Олардың немерелері уже толығымен сіңіп кетеді деген сияқты ғой. Олардың шөберелері уже қай елге барса сол елдің тілінде, сол елдің менталитетімен уже кетеді. Одан кейін біраз ұрпақ өткеннен кейін әлгі кейінгі ұрпақтар уже нете бастайды ғой, біздің арғы аталарымыз мынандай елден келген еді, олардың мынандай тілі болған еді, мынандай дәстүр болған еді. Давай біз соны кішкене жаңғыртайық, біз өзіміздің мәдениет орталығымызда ашайық, біздің өзіміздің жаңағы ата жұртымызға барайық деген сияқты, сол жақтан бір байланыс құрайық деген сияқты уже не болады? Өзінің түбін, негізін іздеу басталады да. Сол сияқты ғой бұл жерде де. Біте қайнасып бара жатқан кезде, жоқ біз мектеп ретінде бөлек едік қой, әу баста қалыптасуымыз бөлек, біздің географиямыз бөлек болған, біздің жаңағы ғалымдарымыз, біздің жаңағы платформаларымыз, мыналар Ханафи платформасында дамыған мәтуридилер, ал ашғарилер болса жаңағы Малики, Шафи мазхабы негізінде, одан кейін хамбалилердің бір бөлігі деген сияқты. Сондықтан мутакаллиму ахлил хадис деп аталу себебі де сол олардың жаңағындай белгілі деңгейде. Бөлек мектеп бәрібір деген сияқты ғой. Сол үшін біз бәрібір ерекшелену керекпіз деп соңында ерекшелену кезеңі болған дейді да, екі мектептің. И бүгінгі таңға дейін осы жалғасып келе жатыр дейді белгілі деңгейде, бірақ кейбір ғалымдар керісінше әлі де екі мектепті біріктіру, екі мектепті толық үйлестіру сияқты бағытта
жұмыс істеп жатқан кейбір адамдар бар дейді, жекелеген деген сияқты. Мысалы шейх Саид Фуданың кейбір сөздерінде мына нәрсе айтылады да, мен ашаримын немесе матуридимін деген сөзге қарсымын дейді. Әхлі сүнна дейді екеуі де. Біріктіру мәселесі ғой енді. Әхлі сүнна айту керек дейді. Шейх Хамза Бакрилерді қарасаң, ол кісілер әл-масайла хилафия байнал ашайр ал-матрудиядан дәріс беріп жүр ғой енді ол кісілер. Ол кісілер барынша матрудиге көп басымдылық беруге тырысады. Мектеп ретінде бәрібір қалу керек сияқты. Негіздері, мәнхажы, жалпы өйткені мектеп қой қанша дегенмен. Екі мектеп бір-бірімен бәрібір не істейді? Пікір алмасу арқылы, пікір таластыру арқылы дамиды бәрібір белгілі деңгейде. Сондай-ақ мысалға кейбір мәселелерде кейбір заманға сай проблемалар болады. Дінге қатысты, ақидаға қатысты, сенімге қатысты. Сол мәселелерде мысалға кейде мәтуридилердің ұстанымын алға тарту керек болады кейбір адамдарға. Планканы жоғары қою үшін, жаңа мысалы Алланы тану мәселесінде сен ақыл ойың бар ма? Демек ақыл ойыңды қолдану керексің. Саған діннің хабары жетпесе де, саған біреу келіп уағыз айтпаса да, сен өзің ақылыңмен не істеу керексің? Құдайдың бар екендігін танып, соған жету керексің деген сияқты бір жоғары планка қоятын кейбір адамдарға солай болу керек та. Кейбір қарапайым адамдарға, мысалы ашқарилердің көзқарасы сияқты, мысалға әхлул фатра бәрі құтылады деген сияқты, немесе әхлул фатраға қияс жасап жаңағындай кейбір дін жетпеген қауымдарды, дін жетпеген адамдарды иншалла бір үміт сыйлауға болады да сол тұрғыдан. Осы тұрғыдан мектептердің болғаны дұрыс. Бір мектептің көзқарасы біреулерге сай, біреулерге ыңғайлы, біреулерге жаңағы тиімді болады. Екінші мектептің көзқарасы басқа бір жағдайға, басқа бір жаңағы ортаға не болады? Тиімді болады деген сияқты ғой. Ұстаз, осы әхл фатра мәселесінде біз алдыңғы подкастта, алдыңғы сұхбатта әхл фатра мәселесінде ашарилер мен матуридилердің арасында бір өзіндік айырмашылық бар деп айттық. Ол бағанағы Алланы тану мәселесінде ғой. Алланы тану мәселесінде матуридилер ақылды құрал ретінде, бірақ үкім шығарусына шариғат ретінде қарағандықтан ақылмен Құдайды табу міндеттілігі бар деп айтады. Ал матуридилер, ашарилерде Алланы табу ол шариғатпен тек қана. Және ол әхл фатра құтылады деп айтады. Енді осы мәселеде біздің енді ата-аналарымыз, ата-әжелеріміз 70 жыл КСР уақытында, яғни екі поколение, екі буын атеистік уақытта өмір сүрді. Онымен қатар дінсіз қоғамда өмір сүрді. Яғни дін деген нәрсені айтуға болмайды. Дін апиын деген нәрсемен өмір сүрді. Мәжбүрлі түрде дін. Әлі де ондай қоғамдар бар, адамдар бар. Сонымен қатар мына батыстық елдерде, батыс елдерінде өмір сүріп жатқан халық бар. Дінді білмейтін, дін десе шошитын адамдар бар. Ислам десе шошитын адамдар бар. Осы мәселеде қазіргі кездегі әхл фатра мәселесі қалай болады? Яғни әхл фатра деп айту үшін оған дін туралы хабар жету мәселесі. Ақидада білеміз, мукаллаф деген бар, мукаллаф кім деген кезде ақыл есі дұрыс, балиғатқа толған және ислам дағуаты жеткен деп айтады. Енді осы ислам дағуатының жету мәселесі қалай? Оған ислам дағуаты міндетті түрде біреу барып, ислам деген дін барып, он пайғамбар Мұхаммад, Құран деген кітабы бар деген сияқты айту керек па? Әлде оған жалпылама ислам туралы ақпарат жетсе жарай ма? Әхл фатра деген неден шығу үшін, категориядан шығу үшін, яғни мукаллаф болу үшін. Негізі мына таза мәтуриди ашқари мектебі тұрғысынан қараған кезде қазіргі таңда адамдарда ақыл да бар және діннің хабары да бар. Дін де бар қазір. Пайғамбар келіп қойған, дін келіп қойған, Құран бар, ислам діні бар, пайғамбарымыздың хадистері бар деген сияқты. Осы тұрғыдан адамдардың барлығы мукаллаф. Осы тұрғыдан айтатын болсақ, қазіргі жер бетіндегі. Біздің заманымыздағы, былай айтқан кезде. Бірақ кейбір қоғамдар болады жекелеген. Жабық қоғамдар болады, мысалы, жабық елдер болады. Мысалы, Солтүстік Корея сияқты. Ол жақта адамдар мысалға діннен бейхабар, исламнан бейхабар, Құдайдан бейхабар, мысалда. Кезінде өзіңіз айтқандай, жаңағы біздің тарихымызда да болды, жақын тарихымызда сол. Ата-бабаларымыз, сол жаңағы аталарымыз, әжелеріміз бір-екі буын сондай дінсіз қоғамда өтті. Дінге тыйым салынды толығымен, воинствующий атеизм деген болды ғой. Кәдімгі дінге толығымен қарсы, кереғар сондай бір елде, қоғамда өмір сүрді. Енді осы кісілердің дін жайлы мүлдем хабары болмай өткен адамдардың жағдайы не болады? О дүниедегі деген сұрақ бар да. Бұл енді заңды сұрақ. Бұған қатысты енді мәтуриди ақидасы бойынша жауап беретін болсақ, яғни мәтуриди ақидасы жаңа айтқанымыздай, имам Ағзамнан бастау алған ұстаным ретінде әр адам ақыл ой иесі ма, ақылы бар ма, есі бар ма? Құдайды тану керек, ойлану керек деген.
дәлелді шығару керек өзі, ойлану арқылы, жаратылысқа қарап, өзіне қарап деген сияқты. Ойланбаған жағдайда, Құдайды таппаған жағдайда не болады? Сұралады о дүниеде. Үзірлі болмайды деген ұстаным ғой негізі. Бұл енді планканы жоғары қою ғой негізі. Әр адам саналы түрде істеу керек, ақыл ойын қолдану керек деген сияқты. Енді бұған қатысты Ханафи ғалымдарының соңғы кезеңдерде өмір сүрген ғалымдардан Ибн Абидин рахмаулланың бір шархы бар да осы мәселеге қатысты. Ол жалпы әхлі фатраны үшке бөледі да. Біріншісі дейді, ақыл ойын қолданған, сөйтіп таухидқа жеткен адамдар дейді да. Иншалла бұлар нәжум дейді, яғни бұлар құтылады дейді. Яғни дін келмесе де, діннің хабары жетпесе де өздеріне, бірақ ойлану арқылы, ой жүгірту арқылы жаратушының бар екендігін таныған, оның жалғыздығын таныған, кемелдігін таныған деген сияқты ғой. Бұлар құтылады дейді. Екіншісі ойланған болуы мүмкін. Ойланған, бірақ сол өзінің Құдайға серік қосқан болса, соған дейін серік қосқан жағдайында қалған. Немесе мүлдем құдайсыз, Құдайға сенбеген жағдайда қалған деген сияқты ғой. Ойланған бар ғой қазір мысалға, жаратылыс жайлы, өзінің қайдан келгендігін, не үшін келгендігін ойланып, иә, мысалға, бірақ атеист болып қала береді ғой. Біреу деист болып қала береді деген сияқты, біреу агностик болып қала береді. Бірақ ойланбады ма? Ойланды. Осындай екінші адамдар. Бұлар сұралады дейді. Үшінші адамдар дейді, ғапылдықтағылар дейді. Яғни ойланатын уақыт жоқ. Ақылмен ойланбағандар. То есть ақыл оған хабар бермеген дейді да. Ақылды да бұл жерде бейне бір пайғамбар сияқты көреді да. Ақылдың хабар беру. Өйткені мәтуридилердің ұстанымы бойынша ақыл мубаллиғ немесе кәшиф дейді ғой, анил хақиқа. Яғни белгілі бір ақиқатты ашып көрсетуші, немесе белгілі бір ақиқаттан хабар беруші. Ақыл негізі. Ақылдың функциясы сол бізде. Енді ақылы хабар бермеген болса дейді да оған. Ол не болады? Құтылады дейді, иншалла. Үміт бар дейді бұл жерде, көрдіңіз бе? Осылай үшке бөледі әдемі. Осы тұрғыдан белгілі деңгейде ғапылдықта жүрген, яғни қара халық деп айтамыз ғой. Дін жетпеген өзіне, немесе мүлдем бейхабар болған, Құдайдан, пайғамбардан, діннен. Бұлардың жағдайы не болады деңіз, осы тұрғыдан алатын болсақ, бізде де үміт беретін дейін бар. Тіпті Ханафи мазхабының өзінде де сондай үміт беретін бір ұстаным, көзқарас бар. Ал енді әшғарилерге келетін болсақ, әшғарилердің ұстанымы бойынша олар үшін жаңағы әхлүл фатра дейміз ғой, таза әхлүл фатра, олар құтылады. Яғни алдыңғы пайғамбардың ілімі ұмыт болған, кейінгі пайғамбар әлі келмеген, ортада бір ара кезең бар сондай, пайғамбардан ада болған, пайғамбардың ілімінен, Құдайдың жаңағы хабарынан ада болған, кітабынан ада болған сондай бір кезеңде өмір сүрген адамдар. Бұлар құтылады негізі. Ал енді біздің қазіргі заманымыз ол фатрат заман емес қой. Дін келіп қойған, пайғамбар келген, Құран бар, ислам діні бар деген сияқты, мұсылмандар бар деген сияқты. Бірақ осы заманның өзінде сол кезіндегі әхлүл фатраға қияс жасалатын қауымдар бар дейді да. Жабық қауымдар. Жабық, жаңағыдай, мысалы бір мемлекет кәдімгі не дейді оғандай, диктатура жүйесімен басқарылатын, мысалға мемлекеттер бар. Ол мемлекетке ешкім кіріп шықпайды оңайшылықпен. Діннің ешқандай дін жайлы ішінеке кіргізе алмайсың ол мемлекетке. Тыйым салады, кәдімгі заңында солай олардың. Енді бұл адамдар қаншама буын келіп кетіп жатыр да сол елде. Енді олардың жағдайы не болады? Деген кезде бүгінгі кейбір ашғари ғалымдар айтады, бұларды әхлүл фатраға қияс жасаймыз дейді. Оларға дін жетпегендіктен олар сұралмайды иншалла дейді. Құтылады дейді. Сондай-ақ енді батыс елдері бар, ашық олар. Ол жаққа ешкім тыйым салып жатқан жоқ. Олар исламды естіп жатыр, ислам жайлы, мысалға мұсылмандар жайлы біледі деген сияқты. Мысалға Европада, Америкада, Австралияда, Канадада, тағы басқа мына оңтүстік Америкада ислам жайлы білмейтін адам бар ма? Белгілі бір деңгейде біледі. Мүмкін бар шығар жекелеген. Жалпы біледі ғой. Жалпы біледі, ислам деген діннің бар екендігін, мұсылмандарды біледі. Құран не десең, мұсылмандардың кітабы деп айтады. Жалпы бір ақпараты бар демек. Бұның өзі діннің жетуі дегенді білдіреді дейді да. Бірақ дейді, оларға дін жетіп тұр, белгілі деңгейде діннің хабары жетіп тұр. Бірақ бүгінгі таңдағы кейбір ашғари ғалымдарының, біздің заманымыздағы, мынандай бір тұжырымдары бар.
дін егер адам дейді сұралу үшін о дүниеде жауап беру үшін бұл дүниеде жаңа иман мәселесінде, Алланы тану мәселесінде дін оған жету керек дейді. Ашғарилердің ұстанымы бұл енді анық. Иә, дін жету керек. Дін анық жету керек дейді. Бұрмаланбаған күйде. Ал енді кейбір елдерге ислам жайлы хабар жетіп жатыр, мұсылмандар жайлы ақпарат жетіп жатыр, бірақ мұсылмандарды олар террористер деп танып жатыр, иә, радикалдар деп танып жатыр, иә, мысалға бас кесерлер, жаңа жарылыс жасайтындар, тағы басқа деп бар ғой сөйтіп танып жатқан қауымдар, адамдар. Және сол елдің сондай бір кезең болды ғой кезінде, анау 2001 жылғы оқиғадан кейінгі Америкадағы, иә, жаңағы анау екі үлкен ғимаратқа егіз екі ғимаратқа ұшақ соғылып, соның кесірінен мұсылмандар жаңа террорист болып, иә, аталып сол жақта қаншама уақыт, қаншама жылдар бойы ислам және терроризм деген екі ұғым егіз болып кетті ғой сол батыста. Енді сол кезде өмір сүрген адамдар мысалы да ислам жайлы естіді ма? Естіді, бірақ ислам жайлы ақпарат, хабар оларға бұрмаланып жетті, анық жеткен жоқ. Соған сеніп олар исламнан бас тартты дейді да, мысалы. Жекелеген адам мысалы да естіді, осындай мұсылмандар террористер ана нені жарды, ғимаратта, мына жерді жарды, мына жерде соғыс жасап жатыр, мына жерде жаңағы біздің отандастарымызды алып бауыздап жатыр деген сияқты ғой. Мысалға бар ғой сондай оқиғалар жекелеген. Кейде ата-анамыз айтып отырды ғой нәрсені. Иә. Тіпті біздің елде де исламнан қорқатын адамдар бар. Исламофобиялық түсінікте жүрген адамдар бар. Неге? Өйткені оларға ислам жайлы, мұсылмандар жайлы ақпарат теріс жетіп жатыр. Негізгі ислам, хақиқи ислам, шынайы ислам сондай ма? Жоқ. Ислам терроризмге шақырмайды, ислам радикализмге шақырмайды еш уақытта. Ислам фанатизмге шақырмайды, былай айтқанда. Ислам адам өлтіруге, жазықсыз адамдардың қан төгуге әсте қарсы, керісінше. Енді демек оларға діннің хабары ислам жайлы естіді, дін жайлы естіді, бірақ бұрмаланған күйде жетті. Ол да сұралмайды дейді. Сол ақпарат негізінде ол бас тартқан болса дейді, мынандай дін керек емес маған, террористердің діні, жаңағындай радикалдардың діні маған керек емес деп бас тартып сол күйі өліп кеткен болса, о дүниеде ол сұралмайды дейді. Одан кейін тағы да бір шарт қояды олар. Дін жету керек, анық жету керек, бұрмаланбаған күйде, және дін жеткен адам муфәккир болу керек дейді да. Өзіне жеткен ақпаратты толық түсініп, қорытып, жаңағындай өзінің ақыл санасымен, ақыл ойымен пайымдап, тұжырымдап, одан кейін барып шешім қабылдай алатындай деңгейдегі адам болу керек дейді да. Ал енді анау авам, жаңағыдай қарапайым, ойланбайтын, тек тіршіліктің күйбеңімен, өзінің тіршілігінен басқа ештеңені білмейтін адамдар болады ғой, мысалға, ойланбайды ештеңені. Олар да үзірлі болып кетіп жатыр да онда, мына көзқарас бойынша. Демек бұл белгілі деңгейде енді үміт сыйлайды бұл көзқарас негізі, бірақ бұған қарсы ғалымдар бар ма? Иә, қарсы көзқарастар бар. Бұл жоқ, бұл сендер тым жұмсақ қылып жібердіңдер, тым жаңағындай шарттарды жеңілдетіп жібердіңдер деген сияқты. Ондай да қарсы келіп жатқан ғалымдар да бар, бірақ жалпы алғанда ондай көзқарас бар. Демек біз жаңа мұсылмандар, мына біз өзіміз мұсылманбыз, біз жәннаттықпыз дейміз ғой, мысалы, өзімізді жәннаттық санаймыз. Солай ғой, жалпы. Ал ана христиандар батыс Европадағы, Америкадағы, немесе оңтүстік Америкадағы, олар біздің ақидамыз бойынша тозақы. Солай мұсылмандар солай пайымдайды ғой негізі, басым бөлігі. Енді жаңағы бүгінгі ашқари ғалымдарының жаңағы көзқарастарын, жаңағы өлшемдерін алға тартатын болсақ, онда біз үйтіп кесіп айтпауымыз керек та. Анау батыс Европадағы мұсылман болмаған адамдардың бәрі тозақы, немесе оңтүстік Америкадағы, солтүстік Америкадағы мұсылман болмаған адамның бәрі жаппай тозаққа кіреді деп кесіп айта алмаймыз демек мына көзқарас бойынша. Неге? Жаңағы айтып отырық қой, ол ғалымдар мұсылмандарға бұл жерде не қояды да, мінді мұсылмандарға тағады. Біз дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді, иә, бізге Құранды әкеліп берді, толық жеткізді, өзінің сүннетін толық бізге жеткізді, көрсетті, бізге ақиқатты жеткізіп беріп кетті да, аманат ретінде қалдырды бізге соның барлығын. Енді соны басқа қауымдарға бұрмаланбаған күйде, анық күйде және жоғарғы үлгі көрсету арқылы жеткізу керек болған кім дейді да? Біз мұсылмандарымыз ғой, біз ғой дейді да. Біз болсақ соны жеткізе алдық па дейді. Біз өзімізге түскен, өзімізге жүктелген міндетті атқара алып жатырмыз ба дейді да. Біз исламды шынайы
хақиқи, яғни исламды көрсете алып жатырмыз ба дейді да батыстықтарға мысалға. Оларды тозақы деп айтатындай. Соны ойлануымыз керек дейді да бұл жерде. Біз өзімізге қарауымыз керек дейді да бірінші кезекте. Бір ғалым айтады, мысалы, ертеңгі күні мен мынадан қорқам дейді да. Біз мысалға батысқа барамыз, батыстағы адамдарға мысалға айтамыз дейді да, біздің кітабымыз Құран. Бұл ең соңғы кітап, ең ақиқат кітап деп оларға жаңағындай мақтанамыз дейміз да. Енді олар сол Құранды алып оқып жатыр ма? Оқып жатқан жоқ қой. Неге? Олар Құранға қарап тұрған жоқ. Бірінші кезекте Құранға қарамайды олар. Бірінші кезекте кімге қарайды? Құран кімнің қолында? Соған қарайды. Кімнің қолында Құран? Бір-бірін жаңағы кәпір деп айыптап жатқан, бір-бірін жаңағы бидғатпен айыптап жатқан, радикал болып жатқан, немесе дамымай қалған, артта қалған адамдардың қолында тұр да Құран. Одан кейін олар не дейді? Ол Құранды не үшін оқимын дейді да мен. Олар адамға қарайды дейді, Құран кімнің қолында, соған қарай баға береді дейді олар кітапқа. Міне сол тұрғыдан, бұл енді жалпы алғанда, ал енді жекелеген, мысалға батыстықтардан, жекелеген адамдар Құранға қызығып оқып исламға келіп жатыр ма? Келіп жатыр. Бар ондай жекелеген. Немесе мұсылмандарға қарсы жаңағындай ақпараттық шабуылдар жасалған кезде, бұлар шынымен солай ма екен? Бұлардың Құранында шынымен солай жазылған ма екен деп қызығып оқып, түбінде ақиқатты көрген, білген, түсінген, тіпті исламды қабылдаған адамдар бар. Бұл жерде демек мәселеге бір жақты қарауға болмайды дейді да. Біз өзімізге де қарау керекпіз. Біз қаншалықты сол Құранға сай өмір сүріп жатырмыз. Қаншалықты сол Құранды біз іс жүзінде насихаттай алып жатырмыз, үлгі көрсете алып жатырмыз, қаншалықты біз пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи сүннетін көрсете алып жатырмыз оларға деген мәселе ғой бұл жерде. Сондықтан бұл жерде батыстық адамдар, әсіресе бүгінгі батыстық адамдар, бұлардың негізгі ойлау жүйесі, бұлардың санасы көбіне материалистік сана. Олар көзбен бағалайды барлығын. Олар көрген нәрсесін, сондай-ақ материалдық тұрғыдан бағалайды барлық нәрсені. Бұлар ғылымда дамып кеткен, мына жаратылыстану ғылымдарында бұлар деген бізден әлдеқайда дамып кеткен. Бүкіл технология бәрін солардан алып жатырық қой біз қазір. Мына қолданып жатқан телефонымыз, мысалға мына планшеттеріміз, мына түсіріп жатқан камераларымыз, қай мұсылман елі шығарды бұны? Бәрі мұсылман емес елдерден келіп жатыр да. Демек технология солардың қолында, демек ғылым солардың еншісінде болып тұр, және сол ғылым солардың еншісінде болғандықтан олар бәрібір сол тұрғыдан өлшейді басқа адамдарды. Сен ғылымда сондай деңгейде болмасаң, саған олар қанша ақиқатты ұстап тұрсаң да саған қарамайды. Қолындағы кітапқа қарамайды олар. Олар егер біз сол деңгейде болсақ, мысалы жапондар сияқты, мысалы бір мұсылман елі болса, онда бізбен санасатын еді да, біздің кітабымызға бәлкім қарайтын еді бұлар, шынымен де бұл ақиқат бұларда деп түсінетін еді белгілі деңгейде. Бірақ жағдай олай емес қой, өкінішке орай. Кезінде тарихпен мақтанамыз, кезінде біздің ғалымдарымыз Берунилер шыққан, бізден жаңа Ибн Синалар шыққан, Хорезмилер шыққан, Әл-Жабрлар шыққан деп, Әл-Фарабилер шыққан деп мақтанамыз, ол енді өткен тарих қой. Олар бізге келіп дұрыс істеп дәл қазіргі жағдайымыз біздің қандай? Дәл қазіргі жағдайымызға қарай батыстың адамдары бізге солай баға береді. Біз олардан қайыр тілеп отырып, жаңағындай ақша сұрап отырып, экономикамызды әйтеуір нетіп алмас үшін, батырып алмас үшін, немесе солардың жасаған, шығарған технологиясын, техникасын қолданып отырып, еще оларға біз ақыл айтамыз да. Ақиқат бізде, біздің жолымыз хақ, біздің дініміз хақ, осыны қабылдаңдар деп ақыл айтсақ, олар қабылдай ма бізді? Демек, біз өзімізге қарау керекпіз деген мәселе де бар дейді да бұл жерде. Сондықтан біз тек қана ақида ілімі тұрғысынан ғана айтпау керекпіз да ол мәселені. Қазіргі жағдай қандай, біздің жағдайымыз қандай, олардың жағдайы қандай, жалпы әл-уақиға дейді ғой, фиқхул уақиға деген кәдімгі ұғым бар ғой қазіргі таңда. Сол тұрғыдан біз пайымдай білу керекпіз да. Сол тұрғыдан өзімізге де, өзгеге де сол тұрғыдан баға беру керекпіз. Сонда ақиқат ашылады белгілі деңгейде. Әйтпесе қиын. Кесіп айтатын нәрсе емес негізі ол. Яғни былайша айтқан кезде бәрібір біздің алдыңға өтіп кеткен екі поколениеге белгілі бір деңгейде үміт бар деп қарауға болады. Ондай көзқарас бар, Жаңағы Шейх ибн Абидиннің тұжырымы негізінде, ханафилердің де, ұстаз, мысалы мен қазір мынандай ой келді. Үміт сыйлауға болады.
біз енді Нұрмаракта оқыған жылдары бізге дипломдық тақырыптардың көбісі бағанағындай медицина саласына қатысты, исламдағы жануар үкімі, исламдағы сауда үкімі деген сияқты. Мысалы осы уақытқа дейін осы әхіл фатраға қатысты бір академиялық деңгейде зерттеулермен көп кездестірген жоқпын қазақ тілінде. Мысалы бітіретін түлектерге осыны кеңес етуге болады екен, иә? Әрине. Негізі зерттейтін тақырып өте көп. Негізі біздің қазіргі кездегі проблемалардың көп проблемалардың шешімін осы ақида саласындағы кейбір мәселелерді, фуруғи мәселелерді зерттеумен шешімін тауып алуға болатын сияқты. Яғни мораль ұғымы, бағанағы жақсылық жамандық ұғымы, әхіл фатра ұғымы, ар деген ұғымдар бар да. ар-ұят ұғымы. Ар-ұят бар. Мысалы біздің батыстық, яғни біздің шығыстық мораль мен батыстық моральдің арасында үлкен айырмашылық бар. Оларда барлығында бірдей теңдік бар, таңдау бар деген түсінік бар. Бізде белгілі бір деңгейде ұят деген ұғым бар, белгілі бір деңгейде ар-намыс бар. Яғни бәрібір де біздің түсінігіміз Құдайды іздеп тұрады. Әрине. Біздің түсінігіміз шығыс менталитеті, батыс менталитеті, шығыстың өзінің философиясы, пәлсапасы, ойлау жүйесі, сана сезімі бар. Сол сияқты батыстың да сондай. Бұл бұрыннан келатқан не ғой? Дилемма. Ол бар, ол ақиқат. Бірақ нақты жаңағы сенім мәселесінде, дін мәселесінде, одан кейін жаңа адамгершілік құндылықтар мәселелерінде бәрібір ортақ тұстар бар да, қанша дегенмен. Мен байқағаным, біз ақида ілімін тек таласу үшін ғана оқитын сияқтымыз. Сәләфилер мен ханафилер таласу үшін, ашарилер мен матуридилер таласу үшін оқимыз да, бірақ ақиданың осындай жақтарын ұмытып кетеміз. Яғни ақида ілімін дұрыс оқитын болсақ, дұрыс түсінікпен, дұрыс ниетпен оқитын болсақ, қазіргі кездегі біраз проблемалардың шешімін табуға болады екен. Ұстаз, рахмет көп уақыт бөлгеніңізге. Біраз жақсы нәрселер айтылды, жақсы ақпараттар айтылды. Алла разы болсын сізге. Осымен біздің сұхбатымыз тамам. Алдағы уақытта да тағы да одан да бөлек, одан да күрделі мәселелерді талқылап жолығатын шығармыз, иншалла, үміттенемін. Сонымен құрметті көрермендер, осы сұхбатты көріңіздер, қараңыздар, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар, достарыңызға таратыңыздар және арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.